Сәлеметсіздер ме каналымыздың құрметті көрермендері және 1С программасының қолданушылары. Біздің кеңес беру желімізге төлемге шотты шығару және келісім шарт жасау туралы көп сұрақтар келеді. Бізде 1С бухгалтерия 8-3. Біз сату тарауына кіреміз. Оның ішінде бізде сатып алушыларға шоттар деген бар. Жоғарғы сол бұрышында жаңадан жасау түймесі бар, оны басамыз. Мұнда біз контрагентті таңдаймыз. Мұнда келісім шартсыз деп шығады. Бізге енді келісім шартты жасау керек. Мұнда келісім шарт жаңадан жасау. Міне, жаңадан жасау дегенді басамыз. Мұнда келісім шарттың атын, номерін және құрылған күнін толтырамыз. Номер 5 құрылған күні 27-10-2024 болсын. Енді мұнда біз жаңа ашқан келісім шартты таңдаймыз. Енді шотқа сатып жатқан тауарыңызды немесе көрсеткен қызметіңізді қосасыз. Мысалға бізде бір шамсорғыш және құрылыс бойынша қызмет бағасы 5000 теңге болсын. Енді шоттың статусын көрсетеміз. Егер шот төленген болса, немесе жартылай төленген болса, оны осы жерден белгілейміз. Біздің шотымыз толық төленді дейік. Жеткізу мекен-жайын міндетті түрде толтырамыз. Мұнда біз жаңа адрес қоса аламыз. Мысалға, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 5 болсын. Мұнда байланыс ақпараттың түрі бізде юридический адрес, яғни заңды мекен-жайы болады. Енді окей және таңдау түймесін басамыз. Мұнда шотты басып шығару. Міне, мұндағы шотта біздің компаниямыз НДС-сіз жұмыс жасайды, сол үшін шотта НДС көрсетілмеген. Міне, біз көріп тұрғандай, шотымыз дайын, келісім шарт шотта көрсетілген, тауарымыз және қызметіміз көрсетілген. Құрметті көрермендер, осымен сабағымыз аяқталды. Егер сіздерде сұрақтарыңыз бар болса, біздің кеңес беру желімізге хабарлассаңыз болады. Келесі сабақтарда көріскенше.